Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қырқылтай ұясын емге қалай қолдану керектігін көрсететін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен қырқылтай қандай құс, оның ұясының қандай ерекшелігі бар екенін айта кетейін. Қырқылтай тұрқы 7-10 см, салмағы небәрі 9 грамм болатын кішкентай ғана құс. Қырқылтайдың ұясы басқа құстардың ұясына мүлде ұқсамайды. Сырттай қарағанда мақтадан тоқып жасалған пимаға ұқсас ұясына қарап, бұл құстың жай құс емес, киелі құс екендігіне көз жеткізесіз. Бұл құс ұясын әртүрлі шөп қиындыларын, өсімдік үлпектерін қылқыбырмен байлап, сілекеймен илеп, иін қандырып, берік қылып жасайды. Құстың ұясының ем болатын себебі осы дәрілік шөптер мен құстың сілекейінде екен. Қолғап тәрізді ерекше ұяны жыл сайын жаңадан тоқиды. Ал енді осы қырқылтай ұясының емдік қасиеттері өте көп. Халқымыз қырқылтай ұясының құяң, бел, буын, несеп жолы ауруларына емдік қасиеті де бар деп санайтын. Бұл ұяны цистит кезінде, бала шыжың болса, ересектерде зәрдің шықпауы немесе жиі мазалауында, яғни простатитте, қуыққа тас байланса, қуық қабынса, ем ретінде қолдануға болады. Қырқылтай ұясын бала кезімде әкемнің ауыл шетіндегі тоғайдан әкеліп, несеп жолы ауруы мазалағанда қолданып жүретіні есімде. Анамның айтуынша, содан бері ауруы қайталанбаған екен. Ал енді қырқылтай ұясын қалай қолданатынын сіздерге көрсетейін. Мен өзім ұяны заказ беріп алдырттым. Кешікпей 2-3 күнде келді. Енді бұл ұяны қиып, екіге бөліп, қоғы мен боғынан тазалап аламыз. Суық суға бір жуып алсаңыздар да болады. Емге қолдануға жартысы жетеді. Себебі суда қайнағанда ұя ісініп үлкейеді. Ұяны суға салып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Ыдысыңыз аса үлкен емес, кішірек болғаны дұрыс. Одан соң осы ыдысымызды шұңғылдау шелектің ішіне қоямыз. Себебі отыруға ыңғайлы әрі суымыз тез суып қалмауы керек. Шелектің үстіне отыруға ыңғайлы етіп тақтай қоямыз. Жұмсақ болсын деп мен сияқты тақтайларды орамалмен орап қойсаңыз болады. Одан кейін судың ыстығы кішкене басылған соң барып отырамыз. Қатты ыстық соғып тұрса, астыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан абайлап отырып тексеріп көріңіздер. Ыстық болып тұрса, кішкене суығанын күтіңіздер. Отырғаннан кейін жан-жағыңызды қалың көрпемен орап тастайсыз. Осылайша су суығанша отырасыз. Денеңіз босап телиді. Тұрғаннан кейін көрпеге оранып жата қалғаныңыз дұрыс. Себебі бұл емнен кейін желге, суыққа шықсаңыз, керісінше ауруыңызды ұлғайтып аласыз. Сондықтан жылы киініп алғаныңыз жөн. Ұяны сол ыдыстағы суымен 2-3 күн холодильникке қойып, қайталап қайнатып қолдансаңыз болады. Немесе ұяны сығып алып, кептіріп қойып, қалаған уақытыңызда қолдана бересіз. Емге қолданушыларға ерекше ескертетін жайт, қасиетті құстың ұясын балапандары қанаттанбаған кезде алып, оның көбеюіне зиян тигізбеу жағын ұмытпағанымыз жөн. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.